Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай букет гүл жасайтын боламыз. Қалай жасалу керектігін сіздерге көрсететін боламын. Каналымнан алыстамай, видеоның соңына дейін қараңыздар. Егер де видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тортымызды 6 сағатқа холодильникке салып алдық. Арасына кремімізді жағып, осылай екі шетіндегі корждарды осылай кесіп аламыз. Кесіп алған корждарымызды үстіңгі бөлігіне ғана осылай жайғастырып шығамыз. Өйткені алдымғы көтеріліп тұру керек қой букетке ұқсау үшін. Сол себепті осылай қойып шығамыз. Тортымыздың сыртына ганаш жағып шығамыз. Өйткені мастикамен қаптайтын болғандықтан астына міндетті түрде ганаш шығамыз. Крем-чиз болмайды мүлдем, өйткені мастика еріп кетеді ол да. Мына ганашпен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Ұзақ жолға да торт апарсаңыздар шыдайды. Кез келген ұшын формасын шығарып алуға өте ыңғайлы ганаш. Сол себепті мастиканың астын ганашпен қаптаймыз. Ганашпен жұмыс жасағанда жылдамдықты қажет етеді, өйткені тез қатып қалады. Сол себепті тезірек жағып шығуымыз керек. Міне бір келке етіп жағып алдым, енді холодильникке салып аламын. Енді мастикамызды жайып аламыз. Тортымыз холодильникте 10-15 минутта қатып қалады сырты. Енді мастикамызды крахмалдың көмегімен жайып, сыртын ақырындап қаптайтын боламыз. Тура видеодағыдай етіп, осылай жасай бересіздер. Торттың астыңғы бөлігін кішкене көтеріліп тұру үшін, шынайы болып көріну үшін осылай жасадым. Қаптағанда жақсылап үстін басып, мастикамыз ганашқа жабысу керек. Ішінде ауа қалып қалмау керек, сол себепті жақсылап үстін басып шығасыздар. Бұл бізде беліндегі лентасын дайындап жатырмыз. Мастикамызды судың көмегімен жабыстырамыз. Кішкене су жағып жіберіп, менде бұл жерде көрмей қапты су жаққан. Сол себепті мастиканың астына кішкене, көп емес, сулап жіберіп жабыстыратын боламыз. Екінші ұзын лентамызды бантик қылдым. Ал бұл жылтырақ менде ол лента деп аталады. Бұны жіп сататын, жаңағы перде сататын, может мата сататын жерлерде сатылады.
өз басым жіп сататын жерден алдым. Оны да кішкене сулап жеріп, үстінен қатты басып жабыстырмасаңыздар жабыспай қалады. Санды жаңағы формаға салып алып, кесіп алдым. Судың көмегімен жабыстырып жатырмын. Жаңағы лентамызды ұзын етіп кесіп алып, осылай астынан қыстырып жібердім. Енді жаңағы жазу жазатын жерімізге осылай тесіп алып, кіргізіп жібересіздер. Осылай ілініп тұру үшін. Цифрамызды кондуринмен бояп жатырмын. Кондуринді спиртпен араластырып жағасыздар. Бұл менде живой гүлдер. Живой гүлдердің астын кесіп тастап, осылай фольганы, тікенектерін бәрін алып тастап, фольганы орап шығамыз. Қатты қысып, тура видеодағыдай етіп, осылай кіргізіп шығамыз торттарымызға. Міне достар, тортымыз дайын болды. Бағасын өздеріңіз бере жатарсыздар. Ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да бұдан да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.